Сәлем достар, бүгін біздер құйрық майдың пайдасы туралы айтамыз. Құйрық майды балаға да, үлкен кісілерге де пайдалануға болады. Құйрық майды тек баланың дене қызуы қатты көтеріліп тұрған кезде пайдалануға болмайды, ал басқа қалыпты жағдайда болады. Баланың мұрны су аққан кезде, жөтеліп бастаған кезде, жатар кезде арқасына, кеудесіне екі алақан мен екі табанына жағып қойсаңыз, ертеңгі күнге дейін түнімен ұйықтап шыққан кезде теріліп барлық салқыны шығатын болады. Бұл құйрық май ежелден келе жатқан, ата-бабамыздан келе жатқан қандай да бір зор емдік қасиет болып табылады. Бұны үлкен адамдарда пайдаланса да болады. Аяқ сырқырағанға, аяқ тартылып қалған кезде, аяғыңызға салқын тиген кезде, беліңіз қақсап ауырып, ішіңіз сізге жел қарысқан кезде таптырмас ем. Қай жеріңіз ауырды, сол жерге жұқалап жағып жүре бересіз. Өзі емін жасайды. Сізде жатар кезде жаққаныңыз өте дұрыс болады. Енді құйрық майды біз тек қана қойдың құйрық майынан дайындайтын боламыз. Үшін қойдың құйрық майын сойып болғаннан кейін ешқандай тұздамай аласыз да бірден турап кез келген темір табаққа кубиктап турап қанша майы шыжғырылып шыққанша қыздырып шыжғыра бересіз. Жай отта қатты астын шығармайсыз. Әбден майы шығады. Майы шыққан соң осылай банкіге құйып қатырып қоясыз, шетінен пайдаланасыз. Барлық отбасы аман болсын, денсаулығымыз мықты болсын, ешқашан ауырмайық. Менің каналым ұнаса, подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.